тіс пастасын ораза кезінде қолданса бола ма? Тіс пастасы білеміз, зубный паста дейміз, оны арнайы бір дәмі болады. Жалпы ғалымдарымыз тіс пастасын адам ораза кезінде қолдануды мәкрух дейді. Өйткені білеміз, фиқ кітаптарымызда адам ораза күйінде бір нәрсенің дәмін татуды мәкрух деген болатынымызда. Сосын тіс пастасында өзінің дәмі болғаны үшін ораза кезінде адам ауыз беріп болып тұрып, тіс пастасын қолданса мәкрух болады, ораза бұзбайды, бірақ сауап емейді. Сосын оны аужабарға дейін, әлде аужапқаннан кейін қолдану керек. Бірақ шариғатымызда мисвак қолдануға болады. Мисвакта түске дейін де, түстен кейін де, екіден кейін де, кез келген уақытта қолдана берсеңіз болады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде ас-сиваку матахаратун лифами ва маратун лирабби дейді. Мисвак ауызды тазалайды, Раббының разылығына әкеледі дейді. Яғни Раббының, Құдайдың разылығына әкелетін, разылығына себеп болатын амал дейді. Сол себептен мисвакты кез келген қолдана берсеңіз болады, ауызды тазалайды.